Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге еш жерден таппайтын формуланы үйретейін деп отырмын. Сондықтан экранды мұқият қарап, качествосын дұрыстап алыңыздар. Көрінбейтін сияқты жазғанда. Сіздерге барлығы түсінікті болсын. Достар, қараңыздар. Мұқият тыңдап алыңыздар. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, онда комментарийға жазсаңыздар болады. Мен жауап беруге тырысатын боламын. Енді достар, формула дегеніміз дегенде бізде енді қандай формула деп ойлап жатқан шығарсыздар кондитерскийде. Мысалы, бізде 18 диаметрлікке арналған торт болсын. Молочный девочкадан, да, мысалы, 18 диаметрлікке арналған рецепт деген. Рецепт бар бізде, 18 диаметрлікке арналған рецепт бар. Енді бізге 22 диаметрлікке арналған рецепт керек. 18 диаметрлікке емес, 22-ге керек. Енді оны қалай айналдырамыз? Достар, қараңыздар. Ең алдымен 18-ді 22-ге айналдыру үшін 18-ді 18-ге көбейтеміз. Кейін 22-ні 22-ге көбейтеміз. Көрініп тұр ма? Енді қараңыздар. Калькулятормен дайындап қойдым мен. 18-ді көбейтем. 18. Қараңыздар достар, 324. 324, енді 22-ні 22. 484. Енді осыны 324-ге бөлеміз. Осындай көп бүтін сандар шықты. Енді оны қалай айналдырамыз? Бізде қараңыздар 4, 9 деген сандар бар. Енді біз оны 1,5 етіп айналдыра аламыз. Екеуін бірінші жазып қояйын. 484-ті бөлем 324-ге шыққан сан 1,5. Енді біз осы санды пайдаланамыз. Осы санды сіздер дұрыстап шығарып алуыңыз керексіздер. Енді бізде рецепті, мысалы, 18 диаметрлікке арналған 200 грамм қант қосылу керек деген, 200 грамм қант. Ал 22 диаметрлікке арналған қалай не қосамыз? Енді қараңыздар, 200-ді 1,5-ге көбейтеміз. 1,5 көбейтеміз, 200. 300 грамм қант қосасыздар. Өшке жазып қойайын. Мынаны енді өзіңіз рецепте, мысалы, 3 жұмыртқа болса, 3 жұмыртқа қосатын болса, оны көбейтеміз 1,5-ге. 3 немесе 4 жұмыртқа қосасыз. 3 жарым жұмыртқа қосаңыз да болады. Көріп тұрсыздар, да? Енді барлығы түсінікті деп ойлаймын достар, тек осылай кішіні үлкенге айналдыру үшін бұл. Кішіні үлкенге айналдыру үшін. Енді үлкенді кішіге айналдыру үшін қалай істейміз? Ешке форма алып көрсетейін. Енді үлкенді қалай айналдырамыз? Енді сіздерге барлығы түсінікті болу үшін калькулятормен 20-ны 16-ға азайту, кішірейту үшін, мысалы бізде 20 диаметрлік рецепт тұр ғой, маған 16 диаметрлікке керек. 16 диаметрлікке керек болып тұр. Нан әзірлейтін болсам, 16 диаметрлікпен онда килограммы көп болып кетеді және өте үлкен болып кетеді. Енді біз жаңағыдай істейміз. 20-ға 20-ға көбейтеміз, 400, 6-ға 16-ны көбейтеміз, 256, 400-ді 256-ға бөлеміз, бөлгенде 1,5 шықты. Енді оны айналды қалай айналдырамыз? Мысалы, 20 диаметрлік рецептте 15 грамм разрехеттер қосу керек деген болса, онда 10 грамм қосатын боламыз. Неге 10 грамм? Қалай ол шықты? 15-ті көбейтеміз, 15-ті бөлеміз, 1,5-ге. 15-ті бөлесіз, 1,5-ге. Сонда бізде осы сан шықты. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді сіздерге кейбір, мысалы, мен килограммен де жұмыс жасаймын осы формулалармен. Бірақ енді ол кезде бізде, мысалы, менде мысалы молочный девочканы істеймін ғой, сол кезде менде 2 килограммдық рецепт 20 диаметрлікке арналған, 20 диаметрлікте қала береді, бірақ 2 килограмм емес, маған 1,5 килограмм керек болады дегенде мен оны қалай есептеймін? Мысалы, мен өткенде осы соңғы рецептте салғанда, онда мен деген мысалы былай 2 килограмм деген түсініп тұрады ғой, мысалы 2 килограммдық рецепт, енді оны 1 килограммнан көбейтеміз. Мысалы 200 грамм, 2 грамм қант болды делік. 200 грамм қант болдық деп айнала берек, иә. Оны 100-ден бөліп, 100-ден бөледі, маған 1 килограммдыққа кетеді, 1 килограммдыққа кетеді. Соны енді мынадан маған 1,5 керек қойын, маған осылай істейінді, мен жарты аламын да, 50 аламын да, 150 грамм қант қоса саламын. Проблема емес деп ойлап қаласыздар, иә. Бірақ бізде 2 килограммдық рецептте, мен өзімнің осы салған рецептімде 2 килограммдық деп жазылып тұрады, бірақ 2 килограммнан асады. Сондықтан клиентпен жұмыс жасаған кезде сақ болыңыздар. Себебі сіз маған 2 килограмм дедіңіз ғой дейсіз да, мысалы.
сіз айтасыз мысалы килограмм бесімді делік дейді, бірақ енді сіз қаншаға шығады деп сұрайды ғой сізден клиент. 10 мыңға шықты дедіңіз, бірақ 10 мыңнан асып кетіп тұр тортыңыз. Бірақ бізде рецепт осылай беріліп тұр. Енді оны қалай істесем болады деп. Егер сіз білмей қалып жатып солай істеп қалып жатсаңыз, сізге лайфхак айта салайын. Сіз мысалы 2,560 граммға шықса тортыңыз. Онда сіз айтасыз, сіздің заказ бергеніңіз килограмм 2 килограмм. Сізге 560 граммды артығымен сізге жасап беріп тұрмын сыйлық ретінде деп клиентті тартасыз ғой өзіңізге. Солай енді бұл менде басқа ақпараттар айтып кеттім, бірақ енді керек болатын ақпарат. Енді көп сөйлемей жаңағы түсіндіріп кетейін. Енді егер осы кезде математика сауаттылығыңыз көрсетесіз бұл кезде. Солай көрсетпесем, мысалы жартысын алдым да, мен 100-ді бөлген 50-50 дедім ғой. Бірақ онда 1/800 сондай шығып кетеді, мен солай істейтін болсам егер. Сондықтан маған тура 1,5 килограммда керек. Сол үшін маған былай 50-ді тағы бөлдім 2-ге, сонда 25 болады. Сосын мұндағы 100-ді алдым да 25 етіп қостым. Солай. Қараңыздар, мұнда 3 штук яйца деген, бұл біріншісі тұрғандары бұл неге 2 килограммдық арналған деп жазылып тұр рецептінде, бірақ 2 килограммнан асып кетеді. Мұны тура осы 1,600 сондай шығады, тура 1,500 сондай шығады. Ал енді мынамен 2 килодан асады, ал жаңағыдай 2 килоға жақын керек десеңіз, сонда жаңағыдай мына рецепт 2 килограммды бір бөлім бөлгенде мына жартысын аламыз, 150 грамм қат қосам деп шығар. Енді көп уақыт алмай қояйын. Солай достар, түсінікті деп ойлаймын. Ендеше егер формулалар қалай есептеуін білмей жатсаңыздар, барлығын осы формуламен қарасаңыздар болады. Жақсы сау болыңыздар. Бай-бай.